Мы приветствуем вас на слете отличников и активистов, проводимых в рамках нашего университета. Студенттік өмірдің қызығы да көңілді сәттері де көп. Оған қоса қиындығы да аз емес. Ыстығына да, суығына да шыдап, университетіміздің намысын қорғап, мақтанышына айналған студенттер бүгін осы залда жиналып отыр. Уже сегодня вы являетесь гордостью университета. Это говорит о том, что завтра вы станете гордостью нашего, суверенного Казахстана. Так поаплодируем же друг другу. Ведь в этом зале присутствуют отличники учебы и активная молодежь Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангирхана. Құттықтау сөз және марапаттау рәсімі Жангирхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің басқарма төрағасының бірінші орынбасары, ветеринария ғылымдарының докторы, профессор Таубаев Өтеген Байырғалиұлына беріледі. Құрметті студенттер, енді залға қарап отырмын, бүгін жұма күні болғасын, студенттердің көбі қашып кеткен сияқты, сауаттан қашқан шығар, жақын жерде тұратындар ауылға кеткен шығар. Осы залда ойлаймын, енді нағыз Жангирхан Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің нағыз студенті, белсенді, үздік студенттер. Бәрімізге көп рахмет. Ертең үлкен мейрам, еліміздің тұңғыш президенттің күні атап өтілмекші. Сондықтан бізде университетімізде дәстүрге айналған оқу үздіктері мен белсенділерінің слеті осы биылғы жылы 13-ші рет өткізіліп отыр. Осы мейрамымыз бәріңізге де құтты болсын. Өздеріңіздің тума туысқандарыңызға, жақын жуықтарыңызға, бауырларыңызға үлкен денсаулық тілеймін. Солардың үмітін ақтап, осы маңдайларын жарқап, университеттің студенті деген ардақты атқа ие болып жүре беріңіздер алдағы уақытта. Рахмет. Оқудағы ғылыми зерттеу жұмыстарындағы жетістіктері, қоғам және университет өміріндегі белсенділігі үшін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атындағы президенттік шәкіртақы иегерлері сертификаттармен марапатталсын. Аманқызы Әмина, ветеринарлық медицина және биотехнология факультеті. Түптібаева Эльмира Базаметовна, экономика және бизнес факультеті. Абатов Сахи Абатұлы, машина жасау факультеті. Саматова Назгүл Саматқызы, политехникалық факультеті. Ветеринарлық медицина және биотехнология факультеті. Жақсымбет Орынгүл Серікқызы, агрономия факультеті.
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің дипломдарымен республикалық пәндік олимпиада жеңімпаздары болып табылған келесі студенттер марапатталсын. Ерсайын Сара Біржанқызы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті базасында органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы бойынша студенттер арасында өткен республикалық пәндік олимпиадасының жүлделі 3-ші орын иегері. Ғаббасов Нұрболат Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті базасында көптүрлі ұлттық Казату Олимпик олимпиадасының жүлделі 1-ші орын иегері. Айсаханова Айдана Білім және ғылым министрлігі халықаралық білім беру корпорациясы құрылыс конструкция пәні бойынша 3-ші дәрежелі диплом иегері. Боранбаев Шерхан 21-ші ғасырдағы инновация мен ғылымның дамуындағы жастардың рөлі. Рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде ел жүрегі Астана Қазақстан Республикасының Елорда Астана қаласының 20 жылдығына және Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің 55 жылдығына арналған студенттер мен магистранттардың 3-ші республикалық ғылыми практикалық конференциясына қатысып, үздік жұмысын көрсетіп, құрылыс және химиялық өнеркәсіптеріндегі инновациялық технология секциясы бойынша 1-ші орын. Такберлиева Тамирис бетон технологиясы пәні бойынша республикалық пәндік олимпиадасының 2-ші орын иегері. Тыныштыбаева Назым Ғадымбековна экономика мамандығы бойынша Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 10-ші республикалық пәндік олимпиадасының 3-ші орын жеңімпазы. Қайырханова Нұрайлым Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 10-ші республикалық пәндік олимпиадасының 3-ші орын жеңімпазы. Аманбаев Аслан ветеринарлық медицина мамандығы бойынша үздік ғылыми зерттеу жұмысы үшін 2-ші дәрежелі диплом иегері. Бөлеуова Әсел мал шаруашылығы өнімдерінің өңдеу технологиясы мамандығы бойынша үздік ғылыми зерттеу жұмысы үшін 2-ші дәрежелі диплом. Ондағанова Гаухар Уалиқызы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 10-ші республикалық студенттік пәндік олимпиадасы балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау мамандығы бойынша 3-ші дәрежелі диплом. Қойшиева Жансая Қазақстан Республикасының жоғарғы оқу орындары студенттерінің үздік ғылыми зерттеу жұмыстарына арналған республикалық конкурсына азық-түлік өнімдерінің технологиясы мамандығы бойынша 3-ші дәрежелі диплом. Сергей қызы Арда Қазақстан Республикасы жоғарғы оқу орындары студенттерінің 10-ші республикалық пәндік олимпиадасының 3-ші дәрежелі диплом иегері. Сәрсенова Гүлдана 21-ші ғасырдағы инновация мен ғылымның дамуындағы жастардың рөлі атты рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде ел жүрегі Астана 2-ші орын иегері. Дауылбай Алғазы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 10-ші республикалық студенттік пәндік олимпиадасының жерде орналастыру мамандығы бойынша 3-ші орын иегері. Қамашев Ахмет Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 10-ші республикалық студенттік пәндік олимпиадасының кадастр мамандығы бойынша 3-ші орын. Идрисова Амира Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің 10-ші республикалық студенттік пәндік олимпиадасының 2-ші орын иегері. Университет қабырғасында жүріп, еліміздің және университетіміздегі мемлекеттік жастар саясатына, рухани мәдени тәлім-тәрбиелік, жалпы дамуы мен гүлденуіне, елдіктік пен бірлігіміздің нығаюына қосқан үлесі үшін келесі студенттер
ректор алғыс хаттарымен марапатталсын. Аруманов Мадияр Ғарифоллаұлы, политехникалық факультеті. Жылқайдар Мөлдір Сайлауқызы, политехникалық факультеті. Жылқайдар Мөлдір Сайлауқызы, политехникалық факультеті. Айсағалиев Нұрдәулет Болатович, политехникалық факультеті. Орынбаев Ердәулет Қонысбайұлы, машина жасау факультеті. Дүйсек Ермек Талғатұлы, машина жасау факультеті. Құрлыбеков Наурызбек Еркінұлы, машина жасау факультеті. Дәулеткерей Арсен Ерланұлы, машина жасау факультеті. Нұргасиева Ақмарал Айдынғалиқызы, агрономия факультеті. Салқынбек Мадина Достайқызы, агрономия факультеті. Амалошеева Ақжыныш Жоламанқызы, ветеринарлық медицина және биотехнология факультеті. Абдалова Гүлжауһар Саламатқызы, бірінші студенттер үйі. Сағидуллина Альбина Талғасқызы, екінші студенттер үйі. Жарас Орынгүл Жарасқызы, төртінші студенттер үйі. Жанайдарова Аружан, үшінші студенттер үйі. Сәрсенбаев Қуанышбек Ерғалиевич, машина жасау факультеті. Сәрсенғалиев Темірхан Бауыржанович, политехникалық факультеті. Жанғалиев Данияр Арматович, ветеринарлық медицина және биотехнология факультеті. Өтеуов Бекслан Дарханұлы, экономика және бизнес факультеті. Мұхтолла Камила Ерланқызы, агрономия факультеті. Абат Мұхаммедқали Абатұлы, машина жасау факультеті. Машина жасау факультеті. Төлеген Наргиз Төлегенқызы, политехникалық факультеті. Белсенді студенттерімізге бір қошемет соғып қойыңыздар. Естелікке фото қойып қойыңыздар. Көп рахмет. Спорт мәдени шығармашылықтар байқаулар жеңімпаз атанған
келесі төмендегі студенттер марапатталсын. Моқаш Ондасын, рухани жаңғыру бағдарламасын және елбасының Қазақстан халқына жолдауын жүзеге асыру жолдары. Тақырыбында өткен республикалық пікірсайыс турнирінде 3-ші орын, республикалық Атырау кап 2 пікірсайыс турнирінде 2-ші орын иегері. Жұмағалиева алтын, жас кезет жобасы аясында менің таңдауым байқауының үздік өнерпаз аталымы бойынша жеңімпазы, төс белгі иегері. Мырзабаева Гүлнара Жұмагерейқызы, Батыс Қазақстан облысы Ақжайық еріктілері корпусының 2-ші шақырылымында үздік волонтер 2018 аталымының иегері. Фото суретке түшірейік. Қошеметімізбен қояқ естелікке фотоға түсіп отырыңыздар. Батыс Қазақстан облысы жоғарғы оқу орындарының 1-ші курс студенттері арасында өткізілген Жаңа толқын 2018 шығармашылық фестивалінің жеңімпаздары марапатталсын. Заманауи би аталым бойынша 1-ші дәрежелі диплом, политехникалық факультеті. Жайдарман аталымы бойынша 1-ші дәрежелі диплом, Жәңгірхан құрамасы. Умеркулов Сайлаубек Алмасұлы, патриоттық ән аталымы бойынша 1-ші орын жеңімпазы. Аспапта ойнау аталымы бойынша 3-ші дәрежелі диплом, машина жасау факультеті. Үздік көркем сөз оқу шебері аталымы бойынша 3-ші дәрежелі диплом, политехникалық факультеті. Дәстүрлі ән аталымы бойынша 2-ші дәрежелі диплом иегері Абдулова Карина. Естелікке фотоға түсірейік. Мәңгілік ел жастары индустрияға серпін 2050 әлеуметтік жобасының қатысушылары арнасында өткізілген облыстық аламан 2018 фестивалінің жеңімпаздары марапатталсын. Ұлттық аспапта ойнау аталымы бойынша 1-ші орын иегері Оразалиева Нұрсұлу. Көркем сөз оқу шебері аталымы бойынша 1-ші орын иегері Нұрғазиев Әлбек. Ұлттық би аталымы бойынша 2-ші орын иегері Еркеғыр би ансамблі. Естелікке қолдана түсірейік. Университет белсенділер қатарына қабылданған төменде аталған студенттері белсенді қоғамдық жұмыс үшін куәлігімен және төс белгілерімен марапатталсын. Бақтыгереева Аружан Нариманқызы, машина жасау факультеті. Нұрханова Жайсан, ветеринарлық медицина және биотехнология факультеті.
Сырымқызы, экономика және бизнес факультеті. Конопьянова Аружан Рысбаевна, агрономия факультеті. Қошеметіміз білдіріп қояйық естелікке фотоға тоғызғанды. Рахмет көп. Дәстүрлі бірінші курс байқауы 2018 факультет аралық байқауында ең үздік факультет аталымын жеңіп алған агрономия факультетіне ауыспалы қыран кубогы табысталсын. Ортаға агрономия факультетінің деканы Онаев Марат Қайролын шақырамыз. Аттырақ қошемет соққыларыңыздар. Ең үздік факультет агрономия. Құрметті студенттер, сонымен қатар университет ректорының бұйрығымен 400-ге жақын студент 3 миллион 600 мың теңге көлемінде сыйақымен марапатталды. Бәрімізді құттықтаймын. Ректорат алдағы уақытта өздеріне қолдау көрсете береді. Асхат Ербатович енді бүгін награждение келмей адамдардың бәрін ақшасын бермей қалу керек. Рахмет көп. Құрметті білім алушылар, жеңістеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Құттықтау және алғыс сөз үшін белсенді студент, бітіруші түлектер атынан Төлеген Наргиз және Аруманов Мадиярды шақырамыз. Аса қадірменді университет әкімшілігі және де профессор, оқытушылар құрамы және де бүгінгі залға қатысушылар. 55 жыл тарихы бар Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің биыл түлегі атануы мен үшін үлкен мақтаныш. Міне, университет тарапында 4 жыл білім алып, осы университет қабырғасында кәсіби маман болумен қатар белсенді өмірге, жан-жақты дамуға және де өзіміз жеке тұлға ретінде қалыптасуға үлкен үлес қосты. Өмірдегі ең басты маңыздысы білім, жоғарғы кәсібилік және де отанға деген адалдық. Міне осындай қасиеттерді бойымызға сіңіріп, университет түлек атанғалы жатырмыз. Біз осындай университет тарапынан рух пікірталас орталығының мүшесі болып, оның дамуына да және де университет тарапынан Қазақстанның түкпір қалаларын аралап, тануға үлкен мүмкіндік жасады. Рахмет саған, Бұқату.
Ассалаумағалейкум, рухани жаңғырған, болашаққа бағдар жасай алатын ұлы дала қырандары. Жалпы осы университет барысында осында оқып 4 жыл бойы білім алып, әзірше Алла қосса, бұйырса біздер өзіміздің дипломымызды алып, осы білім ордасынан қанат қағып ұшқалы тұрмыз. Ендеше әкімшіліктерге, жалпы әкімшілік барысындағы ректор бастаған барлық басқарма төрағаларына көптен көп алғысымызды білдіреміз. Осындай мүмкіншілік беріп, барлық өңірлерге, Астана, Алматы қалаларына, халықаралық байқауларға біздерге мүмкіндік беріп, қаражат бөліп, барлық жағынан көмек берген университет әкімшілігіне тағы да бір қошеметтеріңізді соғып қойсаңыздар. Және де өзімнің шығармашылығымнан жалпы Бақатуға, Жәңгір-ханға арнаған бір шумақ өлеңім бар, соны оқуға рұқсат етіңіздер. Жалпы бізде 5 факультет бар, 5 факультет әрбір өңірде де, әрбір Қазақстанда керек мамандықтардың барлығын даярлайды. Сондықтан да сізге арналады Жәңгір-хан дейміз, Жәңгір-хан университетіне. Барлығымыз біргейік, бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығар. Агроном болып қала қойма, сенде достым, егін егіп, жерін көркейт осыйдың. Бизнесмен болып құмарланып кетпе достым, сен ғой осы көтеретін әлеуметін осыйдың. Дәрігер досым, артылар саған үміт көп, шипасын беріп, саулығын тіле осыйдың. Құрылысшы болып қала қойма, сенде достым, іргесін қала, сапасын нығайт осыйдың. Инженер болып қала қойма, сенде достым, жарқыраған шамын жағып осыйдың. Бұл біздің үй, Жәңгір-ханның ордасы. Ей болашақ, бізге де бір қарашы. Біз жұдырық, ал сен болсан болашақ, біздерде бар ғаламның бар саласы. Ей болашақ, бізбен бірбен тілдескін. Мықты болмақ білім мен ғылымның біз бастаған сапасы. Рахмет саған, Бақату. Қымбатты достар, құрметті номинант иелері, сіздерді бүгінгі жеңістеріңізбен тағы да құттықтаймыз. Университетімізді өркендету жолындағы еңбектеріңізге табыс тілейміз. Қазір сіздер үшін университетіміздің өнерлі ұжымы дайындаған концерттік бағдарламамызды ашық деп жариялаймыз. Дорогие друзья, уважаемые номинанты, еще раз поздравляем всех вас с победой. Желаю вам новых достижений в вашем благородном труде во имя процветания Республики Казахстан. А теперь разрешите представить концертную программу, которую подготовил творческий коллектив нашего университета. Жастық жалынымен мұқалмайтын жігері бар жастар, еліміздің басты байлығы, кемел келешегінің кепелі екендігі аян. Осындай жастардың басын қосқан бүгінгіде мерекелік кешімізге қош келдіңіздер. Жәңгір-хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің студенттері тек білімдерімен ғана танылып қоймай, өнер өлкесінде де өрге қадам басуда. Бүгінде тәуелсіз Қазақстанымыздың дамуы әлемді таңдандырып, өзіндік даңғыл жолына бастады. Осындай отанымыздың батыс өңіріндегі біздің университетімізде азат еліміздің білімді де белсенді ұрпағын тәрбиелеуде өлшеусіз үлес қосуда. Оның дәлелі міне бүгінгі залға жиналған жастар. Құрметті де қымбатты көрермендер, енді біз бүгінгі атаулы шараның көңіл тынықтырар, әуенді, биі мен әні жарасқан концерттік бөлімін бастамақпыз. Ендеше, сахна төрінде университет студенттерінен құралған Нарын саз ансамблі. Қошеметтеріңіз!
Қошеметтеріңіз. Сахнада ветеринарлық медицина және биотехнология факультетінің студенттерінің орындауында ән «Мен қазақпын». Қабыл алыңыздар.
шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен барына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ, мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ, сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ. Әуезі ән жаныраушан күй жүрегі, шел басқан сезімімді идіреді. Биімен баршамызды тамсандырар қазақтың бүгінгі Айша бейбілері деп, сахна төне университетіміздің Еркенұр би ансамблін Хорезм биімен шақырамыз. Еркенұр би ансамблі, қошеметтеріңіз. Сахна төріне республикалық Тұрсынбек Қабатовтың көңілді тапқырлар алаңы жобасында өнер көрсетіп жүрген университетіміздің студенттерінен құралған Прайд кыта тобын шақырамыз. Қарсы алыңыздар.
сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Құтты болсын, иә. Бүгін үлкен концерт. Иә. Слет. Слет, иә. Неге? Слет деген не? Жейтін балық па? Слет қой. Мынау слет. Слетта мына еңбек етіп жүрген активистерді марапаттап орден береді. Ордендікі ама тоқтағыдай ма? Иә. Бізде тегін кетеміз ба? Онымен қоса, орденмен қоса ақша береді. Қанша береді? 7.000. 7.000? Иә. Не деген көп ақша? Қай жерде? Бір жылдың тұратын ақша ғой. А? Не деген көп ақша? 7 теңге деген бір жылға бір студент маған жетеді ғой. Қойшы солай. Аз деп жүрген кім оны? Иә. Білесің ба, 7 теңгемен бір ақшаға барып алады, білесің ба, 7 теңгенің еще 2 теңгесін пенсионерға ұстап қой. Пенсионерға ұстап қалсақ, қартаятынымызға өрін ұрып тұр ғой біздің. Енді университет өзі гарантия беріп тұр ғой қартаясыңдар деп. Қойшы, ертең біз 63-ке толғанда немеремізді бүйтіп жатырамыз ғой. Қайда батты? Қайда батқанда кезінде заманауи би билеп едім, соған батыр. Айналайын да. Маған гарантия дегенде керек. 2000 теңгемді беремін. Есің дұрыс па? Пенсия алмайсың ба ел қатарлы? Алмайым, татас, одан көріппен обед жүрмейм ба? Есің дұрыс па ертең активистер болып 63-ке келгенде жиналып жатқанда өзің немерелеріне аналар 2000 теңгені беріп жатқанда сен не бересің? Мен бата берем ғой. Ойба! Оны не 2000 теңге әңгіме қылып тұрсыздар? Ар жағында алған 5000 теңгенің өзіне бір ажик ұрып болады ғой. Қайда барасың? Кино, KFC, театр, көп каток бара бересің ғой бәріне. Сен нешінші ғасырда өмір сүріп жатсың? 21? 21-ге мынау ертегі ау. Мынада ертегі бала да ұйықтамайды. Ертегі шаруам жоқ, 5000 теңгемен бір жерге барасың, жетеді. Сонда 5000 теңге KFC жейсің, кино қарайсың ба? Жоқ, қарасай сен KFC-ге барғанда ештеңе жемейсің. Киноға барып кино қарамайсың. Енді просто барып келеді, бір айызға жетеді. Олай тұршы, не анау сахнаға шығып алып арзан әңгіме айтып жүрсіңдер? Арзан әңгіме болғанда әңгіме 7 теңге жайлап отыр. Сонда да деп айтыр. Ақмарал қалай өттің сен еркектерге? Жай? Жай? баука қатты айттым деп ойламайсың ба? Ойламайын. Білесің ба, қазақтың еркектер деген қызға анасындай қараған, қыздардың бетінен қақпаған. Қазағымның жігіттер деген сондай болған, сен тұрсың мұна. Бәрі, неге? Мен медеспін. Құттығыз мерекелеріңіз. Бүйтіп ұсақ түйек әңгіме айтпайтын университеттің басшылары отыр. Кәдімгі айтатын нәрсе бәрін айтсайық, қорықпайық. Университет басшыларына арыз. Арыз несі? Айтпа Тимонады. Ойбай, осындай дәл лақтып кетесіңдер. Қазір сен лақтырмасақ біз лақтыр жөніп тұр ғой кейін. Айтпа Тимонады, керек емес. Жаста кезін жылаған жоқ қошы. Там бар, арыз. Құрметті көрермендер, біздің қатысым жоқ Тимонаның өзінің ойы жеке. Жаңа сахнаның атында оңай еді айтып отқан. Өздері кәдімгі жаман қарап отыр. Университет басшыларына арыз. Арыз дегенде арыз емес енді. Өкпе реніш па, еркелік па, балалық па, бірдеме енді. Тәке, айтасың, айтпайсың, не алдып тұрсың? Неге? Айтасың ба? Айтам. Жаңа тететіп айтпасаң, анда проректор саған қарап тұр. Сен жаңа арыз дегеннен баста жаман көзімен қарап тұрсың, басынан аяғына дейін көз алмайды саған. Әлі қарап тұр ма? Қара шешіп. Әлі қарап тұр, әлі қарап тұр. Шәкмейтші. Әлі қарап тұр ма? Қарап тұрсың. Қарап көзің, қара шешіп. Көзім қарайын ба? Қара. Әлі қарап тұр, енді сен. Айтшы енді. Яңдату керек. Ағай. Мойға. Айтасың ба? Айтшы сен маған айтқан деді ғой, еркексің, емессің ба? Шаруан қанша мен еркек емес екен. Айту керек, айтамын деп қойдың ғой. Айтын. Айтам, әрекет. Да, кетіп қойын. Мені тық жіберіңіз. Шет жүрсем сағынары. Құрметті көрермендер, бұдан да маңызды нәрсе бар негізі. Не маңызды нәрсе? Бұна концерт сөз деген маңызды емес. Не маңызды? Ең маңыздысы, біздің ректордың ректор болғанына бір жыл оны ешкім білмейді, ешкім есінде жоқ ол. Ал біз әр күн сайын ректордың жұмыс күнін санап жүрдік. 2 күн істеген жоқ, айтайын. Демалыс күндері ол. Суббота, воскресенье ғой. Оның ректордың бір жылдығына ешкім сыйлық дайындаған жоқ. Дайындаған жоқ.
сыйлық берген жоқпыз. Ал біз дайындадық. Не береміз? Біз ба? Сені береміз. Ректор мен не істейді? Не істейсің? Осы ректорға Темірланды береді, білгенін істеңіз бұл ректор. Білгенін істеген не істейді? Білмеймін, енді жер қаздырасыз ба бірден? Мен ауыр жүрмін, Или хатшы қыласыз ба? Хатшы қалған, оған... Или үй алып бересіз ба? Үй алса мені алсын. Ендеше бір жылдық құтты болсын, кет! Тағы да қайырлы кеш достар. Өте еріншек әжеміз тойда. Келінге шашу қойда, шашу! Әже, келінге қаяқтаны! Don't stop, make it pop, DJ blast, make us up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Жалғастырамыз сұлулық салонында болған жағдай. Саламатсыздар ма? Саламатсыз? Иә. Мен тырнағымды істеп бересіз бе? Тырнағыңызды істеу керек. Мына гель лактайсыз, сосын мына жерін егейсіз, мынаусын бордовыймен бояйсыз. Бордовый мына үстіңіздегідей қылып берейін ба? Осындай. Все бітті ғой қазір, мен құпал жаптырған жоқ еді. Қайсысы мына тырнақ? Don't stop, make it pop, DJ blast, make us up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Қазақстан ұлттық арнасы тікелей эфирде кешкі жаңалықтар. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, тікелей эфирде кешкі жаңалықтар. Москва қаласында өтіп жатқан конференцияда біздің тілшіміз Өтеғалиев Темірлан болатын, сол кісіден сұхбат алсақ. Өтеғалиев Темірлан, сіз тікелей эфирдесіз. Темірлан. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Make it pop, DJ blast, make us up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Тойды немқұрайлы жүргізетін асаба. Саламатсыздар ма? 2 жас бақытты болсын дейші. Ей! Не алысып сөйлеп жатыр қой, ұялыңдаршы. 2 жас бақытты болсын, әйелім сөйлесін, әйелім. Ал 2 жас бақытты болсын, күйеуім сөзіне қосылам, асабалар ақтасın. Асаба. Мына ағасылардың құрметі 2 бей болса. Don't stop, make it pop, DJ blast, make us up tonight. I'ma fight till we see the... Ұйқысы келіп тұрған жираф. Don't stop, make it pop, DJ blast, make us up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Рубежкада болған жағдай. Абай, Не қанша қойдыңыз? Саған 85. 70 қойдыңызшы. 85. Болады. Саған дейтін 75. Иә. Саламатсыз абай. Маған 100 ба? Ненің 100-і? Не болды? Сен сабаққа келмейсің, сен менің атымды білмейсің, ненің 100-ін сұрап тұрсың? Білемін атыңызды. Кім ал, айтшы кім? Атыңыз өте сұлу қыз Жанұлы. Сен неғып жағымпазданып тұрсың маған? Сен білмейсің, неғып бердің бұл жерде? 100 алуға келдім. Қаяқтың 100-ге 100 алған деген анау театрға барғандар алып 100-ді. Сен не сұрап тұрсың менен? Мен де бардым ғой. Сен барған жоқсың бұл күні? Мен барайын деп аттым ғой. Мен дейтін ол күні сол театрға бүйтіп университет шығып жатқанда машинаға аяғым сынды ғой. Өтірік айтасың сен бар ғой. Сол күні ғана сен шауып баратқан жерінен көрдім ғой мен сені. Апай, сіздің көріп тұрғаныңызды көріп сізге қарап алаңдап жатқанда мен машинаға сынып кетті ғой. Өш жақсы ма езі Сен айналайын, мен сенің кесірінен 10 күн аяғым сынып жаттым ғой. Сен анда бар, мында бар деп сен үндемей сайын оннан отырып бастың. Сен әкеңе айтам, бар ғой, ұрмаңдама өйтіп маған. Әке ручканы. Қанша қояйын? 100 қойып берім. Елесті оқып берсінің ба? Don't stop, make it pop, DJ blast, make us up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Жалғастырамыз достар. Тас ғасырында болған махаббат.
What I gotta do me nothing. What I gotta do me nothing. Құрметті көрермендер, мына біздің әзілдеріміз сіздерге ұнамаса, или өтсе алмасақ, бізге бірдеңе лақтырғаныңызға болады. Концерттерде лақтырады, мысалы жұмыртқа лақтырады, жұмыртқа лақтыруға болады. Помидор лақтыруға болады, тағы лақтырады. Банан лақтырсын, қияр лақтырсаңыздар да болады. Жарқап, не жейсің? Бір манты болса. Біз Бұқатуда оқитын студенттер, Бұқатуда оқығанымызға өте қуаныштымыз. Мысалы біз осында 4 жыл оқимыз, 4 жыл бізге аз кәдімгідей. Кәдімгі медунивер дегендей, 8 жыл, 9 жыл оқымыз келді. Кеткіміз келмейді осы университеттен, бар білмеймін. Неге? Просто армия барысы келмейді. Сенің барғың келеді. Әрине, шынына келсек, мұның бәрі әзіл. Құрметті үздіктер, белсенділер, осы университетті көтеріп ол сіздер мен біздердің қолымызда. Біз Бұқатумен мақтанамыз. Құрметті бұқатулықтар, сіздер де бізбен әлі мақтанасыздар. Сіздермен бірге болған ректордың ең сүйікті құрамасы Бұқатулық Прайд. Сахна төрінде Батыс Қазақстан облысы жоғарғы оқу орындарының бірінші курс студенттері арасында өткізілген Жаңа толқын 2018 шығармашылық фестивалінде заманауи би аталымы бойынша жеңімпаз атанған Политехникалық факультетінің бірінші курс студенттерінен құралған The Man Our Би тобы өздерінің заманауи биімен. On my wrist, tear, bubbles, tear, wrist. On my wrist, tear, bubbles, tear, wrist, tear, bubbles, tear. On my wrist. I like my shit uncooked, I like my shit just raw. Everything that you thought I wrote, I just thought. I be coming off the top, that is my talk. Top of my head at the end of my black afro. What I do when I step in the club. And the bartender at the end, he just give a hug. He say thank you for dropping 50 million thousand dubs. Hip-hop.
Everybody stop it. Everybody stop it. Everybody stop it. Everybody stop it. Drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. Қошеметтеріңіз. Қазақ елі орындайтын ветеринарлық медицина және биотехнология факультетінің бірінші курс студенті Умеркулов Сайлаубек. Қарсы алыңыздар. Жандарым елімде, құрбан еткен жерімде, көрмейікші зажабымнен азаптың. Ғасырлар аңсаған азаттық деп қанша жан, армандарым жар еткен мен қазақпын. Көтереді намыс қоранын, айтайық елдің жырының. Бірге тудай желбіреп көкімде, туған елдің төрінде, қыран болсын қалықтапсамда, жеңістерді жеңістерге жалған алда. Нұрлы таңда мәңгі тудай желбіреп көкімде, туған елдің төрінде, қыран болсын қалықтапсамда, жеңістерді жеңістерге жалған алда. Нұрлы таңда мәңгі жарқын сезілген адалдығы көзінен, аналардың аңырсы біз боламыз. Қаһарман қаншардан қара қылды сөзімен, даналардың жалғасы біз ғанамыз. Кеудеде соққан жүректе, тілекте жұмыр білекте, бірге тудай желбіреп көкімде, туған елдің төрінде, қыран болсын қалықтапсамда, жеңістерді жеңістерге жалған алда. Нұрлы таңда мәңгі тудай желбіреп көкімде, туған елдің төрінде, қыран болсын қалықтапсамда, жеңістерді жеңістерге жалған алда. Нұрлы таңда мәңгі шықса жаһандай сапарға, болайық алғысқа тарға. Бірге тудай желбіреп көкімде, туған елдің төрінде, қыран болсын қалықтапсамда, жеңістерді жеңістерге жалған алға. Нұрлы таңда мәңгі тудай желбіреп көкімде, туған елдің төрінде, қыран болсын қалықтапсамда, жеңістерді жеңістерге жалған алға. Нұрлы таңда мәңгі
осымен салтанатты мерекелік концертіміз аяқталды. Сіздерді тағы да төл мерекелеріңізбен шын көңілден құттықтаймыз. Бар күшімізді еліміздің өркендеуіне, Қазақстанымыздың қарыштауына, адалдықты ұрпақтың бойына сіңіруіне бар күш қуатымызды жұмсайық. Әрдайым еліміз тыныш, халқымыз аман, көк туымыздың мәртебесі биік болсын. Уважаемые преподаватели и дорогие студенты, разрешите еще раз поздравить всех вас с победой. Мы хотим пожелать вам новых творческих идей и реализации всех планов и, конечно же, отличной учебы. Барша отбасына бірлік пен бақыт, дендеріңізге саулық тілейміз. Көріскенше күн нұрлы болсын. Өмірдің шаттағылар, әртүрлі шаттағылар.